Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Көптен күткен кольца құятын қалпымыз дайын. Жақыннан сыр түсіндірейін. Осылай 4 бөлік болады. Алыстан көріп тұрмын. Мынау ішкі бөлігі, мынау сыртқы бөлігі. Қазір ішкі бөлігін құрастырып көрсетем, сосын жалғасында видеоның сыртқы бөлігін қалай құрастыратын. Бірінші мынау ортасы ограничитель, мынау замоктар көрсет. Мынау замок осындай. Жерді кешегі айтқан. Қосасың. Мына ортасына мына пространство обязательно керек. Ертең кольцаны құйып болғаннан кейін алар кезде мынаны суырып аласың. Мынаны суырмас бұрын мынаны аласың бірінші. Көрсет. Так, бірінші замоктарды келтіресің да. Мына бірінші замок кетті. Так. Екінші замок. Үшіншісін сосын қаламыз. Ар жағына жүр. Қосасың да. Замоктар осылай оп-оңай салынады. Енді мына арасында зазорлар, осы зазорларға мына темірді қойсың. Так. В общем, қазір полностью болғаннан кейін. Мына жерді қалдырған себебіміз мынаны жоғарыға ертең тұйып болғаннан кейін, замоктарды алып тастағаннан кейін бүйтіп обратный молоток істеп жоғарыға суырып аласың. Алған кезде тағы көрсетеміз видеода. Әзірше темірі осы. Енді қазір сыртына не құрамыз? Армировать етеміз, оны да түсіреміз. Так, тағы да ассалаумағалейкум. Кольцаның армировкасын жасап болдық. Бұйырса, енді тек мынаның сыртын майлап, отработка маймен қалыпты сыртын кигізіп құю қалды. Осы процесс барысы айналдырып жүріп. Примерно осылай. Болды ма? Так, бері қарап тұршы. Пауза oldu.